Физиканың электростатика бөлімінің бірінші нұсқа бақылау жұмысы. Үшінші есебі. 2 көбейту 10-8 дәрежесі кулон нүктелік зарядты шексіздіктен потенциалы 300 вольт, радиусы 2 см, шар бетінен 25 см қашықтықтағы нүктеге жеткізу үшін қандай жұмыс атқару керек? Шар ауада орналасқан дейді. Міне берілгендерін сол бағанға жазып қойдық. Міне өлшем бірліктерін си жүйесіне келтірдік. Табатын нәрсеміз ол нүктелік зарядты электр өрісінде жылжыту кезінде істелетін жұмысты табу керек. Ол А. Мына сызбада көрсетіп қойдық, барлығын түсіндіріп. Шексіздіктен заряд екінші нүктеге дейін жылжытылған. Сол кезде жұмыс істелді. Сол жұмыстың шамасын табу керек. Атап айтатын мәселе, шексіздікте электр өрісінің потенциалы нөлге тең деп алынады. Оның мағынасы, зарядталған шардан неғұрлым алыстаған сайын электр өрісі әлсірей береді. Шексіздікте электр өрісі жоқ деп есептеледі. Ал енді электр өрісінде нүктелік зарядты жылжытқанда істелетін жұмысты жазайық. А жұмысы, ол сол нүктелік зарядтың шамасын сол жұмыс істелген кездегі потенциалдар айырмасына көбейткенге тең, яғни дельта фиге көбейткенге тең. Сызба бойынша потенциалдар айырмасын жазатын болсақ, ол фи 2 менен фи 1-дің айырмасына тең. Ал енді қазір ғана айттық, фи 1 деген ол шардан шексіздіктегі электр өрісінің потенциалы нөлге тең. Олай болса, жұмыс А нүктелік зарядты фи 2 потенциалына көбейткенге тең болып шығады. Фи 2 дегеніміз нүктелік зарядтың жылжып келіп тұрған нүктесіндегі потенциал, электр өрісінің потенциалы. Ол нүкте шар бетінен кіші R қашықтықта тұр. Сызбада көрініп тұр. Ал шардың радиусын үлкен R-мен белгіледік. Нүктелік зарядтың мөлшері бізге белгілі. Олай болса, мәселе екінші нүктедегі фи 2 потенциалды табуға келіп тіреледі. Ол үшін бірінші шардың бетіндегі электр өрісінің потенциалын жазайық. Бір ескертіп өтетін мәселе, шардың заряды шардың бетінде жиналады. Өйткені шардың ішінде электр өрісі нөлге тең болады, заряд болмайды. Ал енді шар бетіндегі электр өрісінің потенциалы фи 0, ол мынаған тең. К, оны ауаның диэлектрлік өтімділігі эпсилонға бөлу керек еді, бірақ ауаның диэлектрлік өтімділігі 1-ге тең. Оны жазбай қойсақ та болады. Міне осы электр тұрақтысын шардың заряды Q0-ге көбейтіп, шардың радиусына бөлгенге тең. Тағы да айтамын, бұл шар бетіндегі электр өрісінің потенциалы. Бұл неге керек бізге дегенде, бұл формуладан біз шардың зарядын тауып аламыз. Шардың заряды Q0 бұл жерден тең болады. R-ді фи 0-ге көбейтіп, К-ға бөлгенге тең. Немесе оны былай жазайын. R бөлінген К көбейтілген фи 0. Бұл заряд, шардың бетіндегі заряд бізге қазір қажет болады. Енді нүктелік заряд келіп тұрған фи 2-ші нүктедегі фи 2 потенциал үшінде дәл осындай формуланы жазамыз. Айырмашылығы Q зарядтың шардың бетінен қашықтығын ескереміз. Яғни шардың радиусына нүктелік зарядтың шар бетінен қашықтығын қосамыз, кіші R-ді. Міне, 2-ші нүктедегі электр өрісінің потенциалы фи 2 осылай жазылады. Бұл нүктедегі де потенциал, ол шардың электр өрісі бар екендігін білдіреді. Шардың электр өрісінің белгілі бір нүктедегі потенциалы фи 2 дегенімізде. Сондықтан алымында бөлшектің шардың заряды тұруы заңды. Өйткені электр өрісін шардың заряды тудырып тұр. Мұны 2 рет қайтып айттым. Шардың зарядын қазір ғана тауып қойдық мұны.
Сол Q0-ді алып келіп орнына қоямыз. Сонда бұлай болады. K көбейтілген R бөлінген K, оның қасына 2 R-дің қосындысы көбейтіледі. Және нені қоямыз енді? Фи 0-ді қоямыз. Көбейтеміз. Сонда K мен K қысқарып кетеді. Сонда фи 2 потенциал үшін мынандай бір өте ұқыпты формула шығады. Көбейтілген фи 0-ге. Тағы да атап айтам, фи 0 деген шардың бетіндегі электр өрісінің потенциалы. Ал фи 2 неге керек еді бізге? Фи 2 нағыз бізге қажетті жұмысты табу үшін керек. Міне, А жұмыс тең болады. Фи 2 потенциалды нүктелік зарядқа көбейте салсақ жеткілікті болады. Оны мен бұлай жазайын. R бөлінген R қосу R көбейтілген нүктелік зарядты фи 0-ге көбейтіп қоя саламыз. Электр өрісінде нүктелік зарядта жылжытқанда істелетін жұмыстың есептеу формуласы осындай. Енді тек есептеу ғана қалды. А жұмыс тең шардың радиусы 2 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. 2 радиустың қосындысы 27 болады. Көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. Нүктелік заряд 2 көбейту 10-ның минус 8 дәрежесіне тең. Ал шардың потенциалы 300 вольт. Оны 3 көбейту 10-ның 2 дәрежесі деп жазайық. Жұмыс жолмен шығады. Қысқаратын шамалар бар, мынау. 10-ның дәрежелері қысқарып кетеді. Сонда жұмыстың мөлшері мынадай болып шығады. 0,144 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі жол. Немесе өтірді бір орын артқа жылжытайық. 4,4 көбейтілген 10-ның минус 7 дәрежесі жол болады. Яғни есептің жауабы 4,4 көбейтілген 10-ның минус 7 дәрежесі жол. Тағы да айтамын, электр өрісінде нүктелік зарядты жылжытқан кезде істелетін жұмыстың мөлшерін таптық. Есеп бітті.